келесі нәрсе, жаңағы адамның ішкі дүниесінің таза болуына себепкер болатын нәрсе өте қарапайым нәрсе. Ол ифшаус сәлем. Мұсылмандармен жаңағы сәлем жайып отыру, дұрыстап амандасу, ықыласпен, ыстық амандасу, жаңағы кеудеңді бұрып амандасу, жымиып амандасу. Ардақты пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар. Ла тадхулул жанната хатта туъмину дейді. Сендер иман келтірмей жәннатқа кірмейсіңдер дейді. Ва ла туъмину хатта тахаббу. Және бір-біріңді жақсы көрмейінше иман келтірмейсіңдер дейді. Ауала адуллукум ала шайин ин фаалтумуху тахаббтум дейді. Мен сендерге бір іс көрсетейін бе? Егер оны араларыңда жасасаңдар, бір-біріңді жақсы көресіңдер дейді. Бір-біріңді жақсы көрсеңдер, иман келтіресіңдер, иман келтірсеңдер жәннатқа кіресіңдер дейді. Сонда бәлә я Расулалла, айтшы, ол не нәрсе деген кезде, әфшу сәләмә бәйнәкум, араларыңда сәлемді жайыңдар дейді. Амандасыңдар дейді бір-біріңмен. Қараңыздар, сахабалар кейде бір-бірін табиғиндерді ертіп, базарға кіреді екен, жүр барып келейік деп. Сосын базардың ішінде адамдармен амандасып шығады екенде, сол кезде табиғиндер сахабалардан сұрайды екен, жаңағы ертіп апарған. Біз базарға кірдік, ештеңе алған жоқпыз ғой дейді. Неге бұлай қаншама уақытымызды өткіздік деген кезде, біз сәлем жайдық дейді. Қараңыздар, сәлемдестік, адамдармен амандасып, сауапты амал жасадық дейді. Сондықтан да осы бір кішкентай амал болуы мүмкін, бірақ Алланың алдындағы орны өте үлкен екен. Сондықтан да мұсылмандардың бұл жерде бір болуы, бір-бірін жақсы көруі өте маңызды ұғым екендігін осы жерде көрсетіп отыр.